Bir қызды қарата алмай, артынан жүгіріп шаршадың ба? Жоқ, әлі енді не берсем екен, не жасам екен, қалай барсам екен деп YouTube'тан видеолар қарап ізденіп жатырсың ба? Қарай бер видео. Тағы да курстар өт, пикапер бол, өзіңді сенімді ұста, былай сөйле, былай жүр, ананы жаса, мынаны жасама, сразу айт таста, асықпай баста. Осы кеңестердің барлығын жинап мусорға тастай салсаң болады қазір. Егер қызды қалай қаратамын деп әлі ойланып жүрсің. Өйткені қалай қаратамын деп жүргеніңнің өзі сенде уже шанс өте аз екенін білдіреді. Жоқ та шығар мүмкін. Ешқандай видеодағы кеңес, тағы бір гүл, тағы бір қымбат сыйлық саған көмектеспейді. Адамның басы Алланың добы деген сөзді мәшһүр атамыздың сөздерінен естігенім бар. Алла қаратады демек қызды. Өйткені жүректерді бұрып қоюшы тұрған кезде сенің сыйлығың, сенің бір көз жасың, сенің білімің, сенің ізденісің түк болмай қалады. Өйткені жүрек басқа жаққа қарап тұрса, бәрі бекер болады. Олай болса, бірінші қызды қалай қаратамын деп емес, қыздың жүрегін бұрып қоятын кім, соған қалай ұнаймын деген сұрақтан бастасаң, қарамай, мұз болып, қатайып жүрген небір сұлулардың көңілін бұрып қойған өзің көретін боласың. Дұрыс жолдан баста бауырым, өнбейтін тірлік жасама.